Сәлем балақай. Қалың қалай? Бүгін тағы да бір ертегі тыңдауға дайынсың ғой? Жақсы. Бүгін мен саған түлкі мен қоян жайлы ертегімді айтып берейін. Қу түлкі бір күні тамақ іздеп, болдырып келе жатса, жортып жүрген қоянды көріп қалады. Ол өтірік ауырған болып жерге жата кетеді. Жерде жатады да қоянды шақырады. Қоян-жан-ау, қоян-жан, неге сонша жорттың? Бала кезден бір торғайды бөліп жеп өскен көрші едік қой. Мен ғой ауырып жатырмын. Жақынырақ келсеңші, қоштасайық, дейді түлкі. Сонда қоян оған былай дейді: екі құлағым сенде, екі көзім де өзіңде тұр. Сен етті жақсы көреді дейді ғой. Сол рас па? Рас болғанда қандай? Тіпті ет жемесем, басым ауырады, дейді түлкі. Міне, осыныңыз жаман ғой, депті қоян. Иә, соған өзім де қынжылып жатырмын. Кеше бір тауықты жеп қойып едім. Енді оған жаным ашып, тіпті жылап та алдым. Өйткені ол да тірі жүргісі келеді ғой. Ой, шіркін, өмір-ай, деп түлкі өтірік мүләйімси бастайды. Ал қоян болса, одан былай деп сұрайды: ал сен оны өлтірмей тұрып, неге ойланбадың? Мен дәл сол жерде ойлануды ұмытып кетіппін. Енді жаныма батып, ауырып жатқаным-ай, дейді түлкі. Ұмытшақ болған жаман ғой. Мен содан қорқамын, сондықтан да жортамын, деп қоян әрі қарай өз жөніне кете беріпті. Сөйтіп, түлкінің айласы іске аспай, ал ақылды қоян өз жанын аман сақтап қалған екен. Жақсы балақай, ертегім ұнаса, міндетті түрде лайк басып, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Жарай ма? Келесі кездескенше сау бол.